Каналыма қош келдіңіз. Бар жоғы 2 ғана заттан тұратын трюфель дайындаймыз. Жасалу жолы өте жеңіл, ал дәмі тіл үйіреді. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен кез келген печеньені блендерде күтіп аламыз. Айта кететін жайт, Орео печеньесімен де өте жақсы шығады. Келесі кезекте бізге творожная масса қажет. Тәтті сүзбеге үгітілген печенье қосамыз. Қалауыңызша қара түс беру үшін какао қосса болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Массаның консистенциясы қолға жабыспайтын өте қолайлы болып шығады. Пішіні жаңғақ тәріздес дөңгелектер жасаймыз. Дәл осы күйінде қалдырса да болады, бірақ шоколадпен әсемдесек, дәмі де түрі де өте жақсы шығады. Рецепт өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіз. Дәл осындай, бірақ какао қосылмаған түрінде жасадым. Грамм шоколадты микроволновкада ерітеміз, әрбір 3-5 секунд сайын шығарып араластырып тұруды ұмытпаңыз. Сонымен қатар, әсемдеуге үгітілген жаңғақ, үгітілген печенье, кокосовая стружка немесе какао қолдануға болады. Дайын болған трюфельді 20-30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналымдағы басқа да видеоларды қарап көріңіз, жеңіл рецепттер өте көп. Және де лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.